Assalamu alaikum, qadırlı жамағат. Бүгін сізге мұсылманды іштен әртетін ең қауіпті нәрсе фитна туралы айтқым келеді. Қашан мұсылмандардың ішінде фитна күшейсе, ағаштан қылыш жасап ал деді хадисте. Бұл дегеніміз қандай заман болмасын, мұсылман адам ақиқат пен бірлік үшін күресу керек деген сөз. Бабаларымыз сондай болды. Бұхар жырау жоңғар шапқыншылығы кезінде бірлік керек деп Абылай ханға насихат айтты. Яғни үндемей қалмады. Бұл ағаштан қылыш жасап алу. Кенесары хан руларды біріктірумен болды. Бұл ағаштан қылыш жасап алу. Алаш арыстары қолына қалам алып күресті. Қолында мылтық болмаса да жүректерінде иман мен парасат болды. Жақсылар, бұл деген сөз үндемей қалмау. Әділдік үшін, ынтымақ үшін, бірлік үшін үндемей қалмай, барынша насихатыңды айту. Бүгін біз не көреміз? Жамағаттардың ішінде жік-жікке бөліну, бір-бірін көпірлікте айыптау, елдің ішінде іріткі салу. Бұл фитна. Бұл нәрсеменен бұған барлық мұсылман қарсы тұру парыз. Қарсы. Тек қана имамдар емес, барлық мұсылман қарсы тұру парыз. Қолыңда қылыш болмаса да сөзіңмен, сабырыңмен, насихатыңмен фитнаға қарсы шық. Жүректе иман болса, ең мықты қару сол. Иманыңмен мықты бол. Алла бізді бірлікте ұстасын. Жүрегімізге иман, тілімізге хикмет, арамызға мейірім берсін Құдай. Жақсылар, осы сөзім жүрегіңізге жетсе, бөлісіңіз, пікір қалдырыңыз, таратайық. Ағайын, бірлікті сақтайық. Фитнадан сақ болайық. Алла барлығымызды кешірсін. Құдай әділдікте бірге болуды нәсіп етсін. Әмин. Аллаху акбар.